Өзіне ғана бағынышты, өзіне ғана сенетін адам бәрінен де бақытты. Мақтаншақ әңгімелер әлсіздіктің ең алғашқы белгісі, ал мықты адамдар артық әңгіме айтпайды. Бүгінгі өмір бақытты емес, адамдар өткен өміріндегі жетістіктерімен мақтанады. Қалай болса, солай өткен жастық шақ адамды тез қартаюға алып келеді. Тарихты білмейсің бе? Демек, өмір бойы баласың. Кітабы жоқ үй, жаны жоқ дене секілді. Әлемдегі ең жайлы жер біздің туған үйіміз. Шешеннің ұлылығы тауып айтқан сөзі ғана емес, орынсыз сөзді айтпауында. Әр адам ішкі дүниесінің айнасы, оның ойлаған ойы өзінен хабар береді. Нағыз достық ең лайықты адамдарды қосады. Өмір барда үміт бар. Бақытты Алладан сұраңыз, даналықты өзіңіз қалыптастырыңыз. Күш-қуатымыз құруы үшін емес, күш-қуатымыз қалыптасуы үшін ішіп жеуіміз керек. Саған өзінен басқа ешкім жақсы ақыл айта алмайды. Өмір қысқа болғанымен, артыңызда қалған жақсы атағыңыз мәңгілік. Болмауы керек нәрсе бәрібір болмайды. Болған нәрсе о баста тағдырыңызға жазылып қойған. Ең басты байлық былғанбаған ар. Адамның бәрі қателеседі. Ақымақ қана ешқашан қателеспеуім керек еді деген ойда болады. Ешқашан пайдаң тимесе, тимесін. Бірақ ешқашан ешкімге зияныңды тигізбе. Бет адамның жанының айнасы. Көп жағдайда адам өз-өзіне ең үлкен жау болады. Не ексең, соны оруға мәжбүрсің. Ақылмен іс тұту, ақылды сөз айтудан да маңызды. Сәттілік серік болғанда, енді ешқашан қателеспеймін деу нағыз ақымақтық. Адам өзі неғұрлым адал болған сайын, өзгелерді сатқындық жасайды деп ойлайды. Ата-анаға деген жақсылық барлық жақсылықтың бастауы. Ең жаманы өзіне берілген нығметтерді ұмытып, өзгенің бақытына қызығу. Егер адам әр күн сайын өз арманына қарай бір қадам басса, міндетті түрде дегеніне жетеді. Көпшіліктің ұмтылған нәрсесінің бәрі жақсы нәрсе деуге келмейді. Ең бақытсыз адам өз арманын іске асыруға әрекет жасамаған адам. Мінездің ұқсастығынан артық ештеңе адамды бір-біріне қатты жақындастыра алмайды. Көмек алған адам оның жақсылығын ұмытпасын. Көмек берген адам көрсеткен көмегін қайта есіне алмасын. Шындықты ести алмайтын адамға енді ешкім көмектесе алмайды.
Әр адам өз ақылымен ойланып, өзгенің пікіріне тәуелсіз шешім шығара білуі керек. Көп өтірік айтатын адамдар шыншыл болып көрінуге тырысады. Өмір бойы сүйіп, махаббатыңды төккің келетін адамды таңдай біл.